үлкен ағаш өсу процесіне бір кіріп алғаннан кейін оны қайтадан жеміске кіргізу өте қиын. Және де оның өсуімен күресу ол да қиын. Тағы бір қателік жүйесіз кесу. Ол дегеніміз мына әрбір бұтақтың ұшын осылай қысқарта беру. Әрбір бұтақты қысқарта беру. Біз оны өсуге итермелеп жатырмыз. Бір күн аламыз да жоғары жағын кесеміз, сонымен ағаш не биік емес, не төмен емес. Екі ортада бірдеңе болып қалады, ештеңеге жарамайтын. Сәлем достар, бүгін біз жеміс ағаштарын кесудегі жіберілетін көптеген қателердің ең маңыздыларына тоқтаймыз. Маңызды болғанда бұл әрекеттерді жасамау өте маңызды. Өйткені жеміс ағашы бізге оңайлықпен келмейді. Ең бірінші оны сатып аламыз, қазір бағада арзан емес. Одан кейін оны біраз жыл күтім жасаймыз. Оларды азықтандырамыз, суарамыз, оларды зиянкестерден қорғаймыз. Жылдар бойы оған еңбек етеміз, 3 жыл, 4 жыл бірінші жемісін салғанша. Одан кейін барып жеміс бере бастайды. Сонша жыл еңбегімізді төгіп күтім жасаған осындай ағаштарымыз сәл ғана қателіктің кесірінен ауырып қалып жатса, немесе қурап қалып жатса, ол әрине өкінішті. Сондықтан да кесу жұмыстарын дұрыс алып баруымыз керек. Жеміс ағаштарын кесудегі ең бірінші қателік ол жеміс ағашының физиологиясын түсініп алмай тұрып ағашты кесу. Ол дегеніміз, олар қай жылдық бұтақтарында жеміс береді, қай жылдан бастап жеміс беріп бастайды, және де қанша жылға дейін жеміс береді, қанша жылдан кейін жеміс беруін тоқтатады. Әрбір ағаштың, әрбір бұтағының физиологиясын аздап болса да түсінуіміз керек. Және де әрбір культураның өзінің ерекшелігі бар. Мысалы үшін шабдал ағашы мен алма ағашы сай келмейді. Шабдал ағашында ешқашан 2 жылдық, 3 жылдық, 4 жылдық бұтақтар жеміс салмайды, 1 жылдықтар жеміс салады. Жүзімде де дәл солай, 1 жылдық бұтақтар ғана жеміс салады, 2 жылдық жас мінген бұтақтар ешқашан гүл ашпайды және де жеміс бермейді. Сол сияқты алма ағаштары керісінше, алма, алмұрт ағаштары 1 жылдық бұтақтар, 2 жылдық бұтақтар гүл ашпайды және де жеміс бермейді. Кейбір 1 жылдық сабақтардың ұшындағы гүлдік бүршіктерді алмағанда 1 жылдық бұтақтар, 2 жылдық бұтақтар ешқашан гүл ашпайды және де жеміс бермейді. Сондықтан да әрбір ағашты кескен кезде оның физиологиясын түсініп алуымыз керек, содан кейін ғана барып кесуге кірісуіміз керек. Өйткені жеміс ағаштарының күтімі оңай емес. Жеміс ағаштарынан біз жеміс алуымыз керек, жеміс талап етуіміз керек. Сондықтан да олардың күтімі ең бірінші болып кесуі дұрыс болу керек. Олардың физиологиясын білумен қатар, оларды көрген кезде ажырата білу керек. Қай бүршік гүл ашатын бүршік, қай бүршік вегетативті бүршік, соларды былай көрген кезде ажыратып білмей тұрып, қайшыны алып жеміс ағашына жақындау ол дұрыс емес. Әрине кейбір сорттар болады, алмұрт ағашы 1 жылдық бұтақтарға гүл ашатын сұрыптар болуы мүмкін, немесе шабдалында 2 жылдық бұтаққа гүл ашатын сұрыптар болуы мүмкін. Бірақ ондайлар өте сирек кездеседі. Егер де өз аулаңызда ондай ағаш болса, оның да ерекшелігіне мән беріп, алдын ала сол ағашыңызды түсініп алып, содан кейін ғана барып кесуге кіріссе өте дұрыс болады. Сіздің ағашыңызға зиян келмейді. Одан кейін барып ағашыңыздың жеміс беруі дұрыс болады және де жеміс салуына ешқандай зиян бермейді. Жеміс ағаштарын кесудегі жіберілетін тағы бір қателік ағаштың көп бөлігін бір мезетте кесу. Бұлай алғанда жылдар бойы күтім жасалмаған кесілмеген ағашты бір сәтте түзетуге тырысу. Егер де сіздің ағашыңыз 4 жыл, 5 жыл бойы, 10 жыл бойы кесілмеген болса, оны 1 жылда түзетуге ешқашан тырыспаңыз. Бұлай жасалған кезде, бірден ағаштың көп бөлігі кесілген кезде, 2 жағдайға алып келуі мүмкін. Біріншісі, егер де ағашымыз әлсіреген ағаш болса, ол кезде ол одан сайын әлсірейді, ауыра бастайды, одан кейін қурауын алып келеді. Екінші жағдай, егер де ағашымыз мықты ағаш болса, тамыр жүйесі нығайған мықты ағаштар болса, әсіресе көп жылдық ағаштарда кездеседі. Ол ағаш бізге келесі жылы кескенімізден де 2 есе, 3 есе көп бұтақ шығарады. Ол деген өзімізге біз ауыртпалдықты 2 есе көбейтіп аламыз. Өйткені биыл өсіп шығып, жыл бойы өскен бұтақтарды келесі жылы кесу, алғашқы кесуден де қиын болуы мүмкін. Өйткені олардың саны өте көп болады. Және де олар 1 жыл бойы жуандап кетеді. Өйткені ағаш кесумен қарсы күресіп жатыр. Және де бұл жерде ең жаман жері ағашымыз жеміс беруді қойып өсу фазасына өтіп кетеді. Тамыр жүйесі мықты, нығайған өте үлкен ағаш. Ондай ағаштың өсу процесіне өтіп кету ол өте жаман. Ондай ағашты қайтадан жеміске отырғызу ол қиын болады. Ондай ағаш өсе береді. Жыл сайын 2 есе, 3 есе бұтақ шығара береді, жеміс беруі азай береді. Сондықтан да бойы биік үлкен ағашты қысқартқыңыз келсе, немесе түзеткіңіз келсе, оны аздап қана биіктік жоғары жағынан қысқартқан кезде 1 метр, 1,5 метр биіктігін 1 жылда аламыз. Одан кейін келесі жыл тағы да 1 метр, 1,5 метрін аламыз. Сол сияқты біраз жылға созып, ақырын биіктігін бәсеңдетеміз.
Егер де ағашыңызда 5-6 артық бұтақ болса, өте үлкен мықты бұтақтар, оларды азайту үшін бір жылда бәрін кесіп тастауға болмайды. Бір жылда 2 бұтақ, әрі кетсе 3 бұтақ. Мықты бұтақтардан 2-3 бұтағын бір жылда аламыз, келесі жылы қалғанын аламыз. Солай 1-2 маусымға созып, 1-2 жылға созып, солай түзеткен кезде ағаштың жеміс беруі де бұзылмайды, және де олардың өсу процесіне де қатты нұқсан келмейді. Осы нәрсеге өте аса мән беріңіздер, өйткені үлкен ағаш өсу процесіне бір кіріп алғаннан кейін оны қайтадан жеміске кіргізу өте қиын, және де оның өсуімен күресу ол да қиын. Сондықтан да биік болып өскен ағашты бір қысқартамын, өзіме ыңғайлы қылып жасап аламын деп өзіңізге артық жұмыс тауып алмаңыз. Ондай әрекеттерді жас ағаштарға жасаған кезде кешіреді. Енді бір 2-3 жылдық ағаштар болса, оларға аса бір қатты байқалмай кетеді. Негізінде жас ағаштарды кескен кезде де негізі жаңағы айтқандай тәртіпті сақтап кесетін болсақ, ол әрине өзімізге пайдалы болады. Мен өзім солай жасауға тырысамын. Мына отырған 3-4 жылдық алма ағашы, оның мына төменгі жағынан шыққан, өте төмен орналасқан 3 бұтағы болды. Оларды алып тастау керек болған сәтте, осы көктемде, өткен көктемде мен оның 3 бұтағын бірден емес, 2 бұтағын алып тастадым. Одан кейінгі көктемде, алдымыздағы келе жатқан көктемде қалған мына 1 бұтақты алып тастаймын. Сол кезде ағаштың өсуіне ешқандай зиян келмейді, және де мына жаралардың жазылуы тез болады. Қарап тұрсақ, мына кескен орын жаралар былай ісініп, жазылып келе жатыр. Кескен орын осылай өсіп, жабылып, толық жабылып, діңгек қалпына келу керек, діңгектің қабығы қалпына келу керек. Сол өте маңызды. Жеміс ағаштарын кесудегі келесі бір қателік ол түбір қалдырып кесу. Мысалы үшін, мына ағаш керек емес деп санаса, кейбіреулер алады, осы бір жерден кесіп алып тастайды. Осылай кесіп тастайды, немесе осылай кесіп алып тастайды. Оны негізі мына түбінен, мына діңгекке жақын жерден, мына жерде айналып тұрған сақина сияқты томпайып тұратын жері бар, соған жақын тақап кесуіміз керек. Егер мынаны осылай қалдырып кесетін болсақ, жерде шырын айналысы болмағаннан кейін осы жерде ауру пайда болады. Сол ауру бүкіл ағаштың қурап кетуіне себеп болуы мүмкін. Мына бұтақты қысқартқым келсе, мен жай ғана мына жерден кесіп тастамаймын бұны. Мына бұтаққа қарай бағытын бұру жолымен кесемін, мынаған қарай. Немесе түбінен алған кезде оны тақап тұрып, осылай мына жерде сақинасына тақап, осылай кесуіміз керек. Бұлай кесуге мүлде болмайды. Осы бір ағаштың мысалын қарайтын болсақ, бір бұтақты кесу керек болса, осылай кесіліп тұрған ағаштарды көп көреміз. Алады да осылай кесіп алып тастайды. Бұның мына жағында не бар? Бұл жерде ештеңке жоқ қой. Одан кейін мына жер қурайды да, осы жер ауру, инфекцияның басталуы осы жерден болады. Сондықтан бұл жерді қысқарту керек болса, мынаған қарай бағытын бұру арқылы кесу керек та, кез келген бұтаққа қарай осылай бағытын бұрып кесуіміз керек. Немесе былай кесуіміз керек, міне. Осылай бұрылды. Одан кейін мына бұтақты кескен кезде, оны да былай емес, мына жерден мынаған тақап тұрып, мына жерде сақина сияқты мына томпайған жер бар, соған тақап кесуіміз керек. Бұл жерде енді ағаш бізде кішкене жертва болып кетті, жарайды, енді ештеңе етпейді. Мына бұтақты алып тастағым келсе, мынаған тақап міне қалдырмай, түбір қалдырмай кесу керек. Немесе бұтақтың бағытын бір жаққа бұру арқылы кесеміз. Немесе түбінен кескен кезде түк қалдырмай мына жерден кесіп тастаймыз, мына жерден жақын алып кесеміз. Сол кезде бұның жазылуы тез болады. Бұтақты кесу қаншалықты маңызды болса, бұл кескеннен кейін сол кескен орынның жазылып кетуі, бітіп кетуі, ол кесуден де маңызды. Сондықтан да әрбір кесу жасаған кезде соның жазылуын ойлауымыз керек. Мына жерде қарасақ, міне бағыт бұру арқылы кесілген, мына жерде ешқандай түбір қалдырылмаған, но міне жабылып жатыр, ісініп, томпайып, жабылып келе жатыр. Осылай әрбір кескен орнымыз біздің жазылып кету керек, ешқандай түбір қалмау керек. Сол кезде біздің кесуіміз дұрыс болады, және де ағашқа берер зиянымыз аз болады. Одан кейін жеміс ағаштарды кесудегі тағы бір қателік жүйесіз кесу. Ол дегеніміз мына әрбір бұтақтың ұшын осылай қысқарта беру, әрбір бұтақты қысқарта беру, металды қысқарта беру, ол дұрыс емес. Өткенде YouTube'дан дәл сондай бір видео көріп қалдым. Осындай 3 бұтақ тұрады, оның айтады, анау кесіп түсіндіріп жатқан кісі, мына ішке қарап тұрғанын аламыз дейді. Әйтеуір естіп алған, ішке қарағанды алу керек дегенді. Ішке қарап тұрғанды алды да,
мына екеуін қысқартамыз деп осы екеуін теңдей биіктікке қысқартып қойды. Бұл жерде сонда лидер қайда оның? Біріншіден қателік, бұл жерде лидер таңдалған жоқ. Екіншіден екі бірдей бұтақты ол теңдей биіктікке кесіп қойды. Келесі жылы ол не береді? Әрбір бұтақ 3-4 өте мықты бұтақ шығарады. Мынадан 3-4 шығады, мынадан 3-4 шығады. Ол былай айтқанда веник болады. Ондай болып кесілген ағаш ешқашан жеміс бермейді. Біз оны өсуге итермелеп жатырмыз. Солай кесуіміз арқылы біз оған өс деп жатырмыз да, одан сайын өсе бер. Ол қашан жеміс береді? Қалай ол жеміс беру фазасына кіреді? Сондықтан да ағаштарды кескен кезде әрбір бұтаққа ерекше мән беріп қарауымыз керек. Әрбір бұтақтың өзінің лидерін таңдауымыз керек. Оған жарысып өсетін мынау сияқты жуан бұтақтарын алып тастауымыз керек. Мына жерде осындай жуандықта бір ғана бұтақ қалу керек. Мынау қалу керек, немесе мынау. Соның біреуіне қарай бағыттаймыз да, қалған екі мына жарысып өсетінін алып тастауымыз керек. Ұшын қысқартқан кезде де аса қатты қысқартудың керегі жоқ. Бұлай қысқартсақ, бұл жерден өте көп бұтақтар өсіп шығады, және де мынау өскеннен 2 есе 3 есе биік болып өсіп шығады. Сондықтан да бұтақты кескен кезде бір мән болу керек. Өзіміз не істеп жатқанымызды түсініп кесуіміз керек. Келесі жылы қандай жауап береді ол ағаш, бізге соны түсініп кесуіміз керек. Жеміс ағаштарын кесудегі тағы бір қателік, өрескел қателік десек те болады. Мына төменгі бұтақтарды ойланбастан кесіп алып тастау. Мынау ағаштың төменгі негізгі бұтақтары енді ғана өсіп шығып келе жатқан кезде 1 жылдық, 2 жылдық кезінде қалыптасқан мынау жан жаққа тараған негізгі қаңқасы. Осыларды кесіп алып тастасақ, бұл жерден ешқашан бұтақ шықпайды. Біз мына жоғары жаққа кеткен бұтақтың кез келгенін алып тастауымыз мүмкін, ең ұша басындағын алып тастауымыз мүмкін, немесе мыналарды алып тастасақ, ағаш әрқашанда ол жоғары қарай өседі, табиғаты солай. Жоғары жақтағы бұтақтан кез келгенін алып тастасақ, оның орнына тез ғана толтыруға болады. Бір емес, бірнешеуін шығарады жоғары қарай. Ағаш төменге қарай ешқашан бұтақ шығармайды. Одан кейін төменгі бұтақты кескен сайын оның күші жоғары қарай кете береді, ағашымыз биіктеп кетеді. Жеті өлшеп бір кес деген мақал осы жерде дұрыс қолданылу керек. Мына төменгі бұтақтарды кеспестен алдын ойланып алыңыз, ол маған қажет, шынымен қажет емес па деп. Өйткені оны бір кестіңіз болды, ағаш биіктеп кетеді. Мына екі бұтақты алып тастасам, мен ағашым мына 1,60, 1,5, 1,60 биіктіктен тарайтын болады менің ағашым биіктігі. Одан кейін ағашымыз биіктеп кетеді, аспанға кетеді. Не оның жемісін жинай алмаймыз, не оны дәрілей алмаймыз, не зиянкестерден сақтай алмаймыз. Сонымен бір күн аламыз да жоғары жағын кесеміз. Сонымен ағаш не биік емес, не төмен емес. Екі ортада бірдеңе болып қалады, ештеңеге жарамайтын. Сондықтан да мына төменгі бұтақтарды, егер де оның биіктігі 60 сантиметр, 50-60 сантиметрден тарап тұрса, ондай бұтақты ешқашан алмау керек. Бүкіл ағаштың өмір бойына ол бұтақтар сақталып қалу керек. Өйткені төменгі жақтан ешқашан бұтақ шықпайды. Ағаш әрқашанда жоғары қарай ұмтылып өседі. Төменгі бұтақты кескен кезде абай болыңыздар. Жеміс ағаштарын кесудегі тағы бір қателік, ол дұрыс емес. Жеміс ағаштарын кесуге арналмаған еңбек құралдарын пайдалану. Мынау сияқты жай араны қолдану, немесе мынау сияқты темір қаңылтыр қиятын қайшыны қолдану, ол өте дұрыс емес. Өткенде бір жігіттен естіп аузыма ашылып қапты, мынау сияқты қаңылтыр кесетін қайшымен ағаштарын қиям деген кезде, ол әрине обал, бұл кеспейді, ол сындырады ағашты. Бұл қаңылтырды жақсы кескенмен ағаш бұтағын бұл сындырып үзіп түсіреді. Сондықтан бұны қолдану керек емес. Мына арамен кескен кезде де мынаның тісінің арасы өте бір-бірінен алыс орналасқан. Былай қарасақ, тістерінің арасы алыс, соған сай бұл құрғақ ағаштарды кесуге арналған. Бұнымен кескен кезде мына қабықтың айналасы жыртылып қалады. Ал мына сияқты арнайы араны қолдансақ, бұның тістері өте жақын бір-біріне, кескен орнымыз түзу шығады. Сондықтан да бұл сияқты араларды қолданбаған дұрыс. Мүмкіндігінше 20 миллиметрлік бұтақты кесетін болсақ, осындай арамен, ол мынау әрбір миллиметрді 2 есе жыртып шыққан кезде ағаш үшін ол 20 миллиметр емес, 40 миллиметрлік бұтақты жазған сияқты ол жер ауыр түседі. Оның жазылуы, сондықтан да мұндай араларды қолданбаймыз. Ол сияқтында қолданбаймыз. Қайшы енді аса бір сапалы, қымбат алудың қажеті жоқ. Егер де үй жанындағы аз көлемдегі ағаштар болса, мынау сияқты орташа сападағы қайшылар жарайды. Мынау менде қанша 7-8 жылдан аса қызмет етті. Қазір енді кішкене ескіріп тұр.
араларда мынау сияқты майда тісті аралар. Осындай дұрыс еңбек құралдарын қолданып кескен дұрыс сол кезде. Ол кескен орнымыздың тез жазылып кетуіне бұлардың өте көп көмегі бар. Бір жағынан өзімізге жеңіл жұмыс істеуге, екінші жағынан ағаш жарасының дұрыс жазылуына септігін тигізеді. Бірнеше қателіктерді айттық, енді бұл соңғысы. Келесі қателік жеміс ағаштарын кескен кездегі кездесетін. Ол күз мезгілінде жапырақтар түсе салып, күн жылы кезде жеміс ағаштарын кесу. Күз мезгілінде суық түспей тұрып жеміс ағаштарын кесу, ол зиян береді. Ол кезде инфекцияның тарайтын, өршитін кезі. Сондықтан да ондай кездері жеміс ағаштарын кеспеген дұрыс. Бір жағынан инфекция тарайтын кез, екінші жағынан мына кесілген жараның жазылуына уақыт өте алыс. Күзден бастап ол көктемде бұлардың шырын қозғалу басталып, жапырақ ашқанша әлі 4-5 ай бар. 4-5 ай мына жараның беті ашық тұрады. Жара беті ашық тұрады дегенде, өткенде де солай айтсам, біреулер маған көптеген комментарийлер жазыпты. Дәрі бар ғой, қазір дәрілерді қолдануға болады, тағы бірдеңе. Әңгіме ол дәрі бар жоқта емес. Мына жараның беті ашық тұрады деген сөз. Мына бояу боясаң да, немесе вар жақсаң да, не қылсаң да, бұл жара ашық жара болып саналады көктемге дейін. Ағаш ұйқыда кезінде ешқашан бұл жерде жазылу процесі болмайды. Ағаш бүршік ашып, шырын қозғалысы басталғаннан кейін барып, мына жерде жазылу процесі басталады. Ол беті жабық, ашық тұрғаны ол маңызды емес. Сондықтан да қаншалықты біз оның жазылуына жақын уақыт алып кессек, соншалық бізге пайдалы болып келеді. Көктемде кессек, ол әрине жақсы. Ал егерде көктемде кесіп үлгермейтіндей көп көлемде ағаштарымыз болса, ол кезде қыста кескен дұрыс. Қыс мезгілінде кескен орын ешқашан жара болып зақымданғанын көрмедім. Қатты аяздар өткеннен кейін қаңтар ақпан айларында көбінше кесіп бастаймыз біз жеміс ағаштарымызды. Сондай бүгінгі мәлімет пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де мәліметтер сіздерге ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк батырмасын басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Сау саламатта амандықта кездескенше.